Ақмақ адамның мынандай екі белгісі бар: өзіне қатысы жоқ нәрсені сөз ету және өзі білмейтін нәрсеге мұрнын тығу. Жұмысты жалқауға тапсыр, сонда өзіңе үйретеді. Өзгеге я дер алдында өзіңе жоқ демейтініңе сенімді бол. Жамандықты бәрі байқайды, ал жақсылықты санаулылар ғана. Рахат іздесең, бейнетінен қорықпа. Қуаныш іздесең, қайғысынан қашпа. Жетістікке жетудің үш құпиясы: басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс істеу, басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, шолғыншысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез. Біреуге жақсылық жасап, одан бірден алғыс күтуге болмайды. Кейде бір жамандықтан кейін екінші жамандық күтіп тұрады. Алайда оған бола түңілудің керегі жоқ. Әлі тамаша күн туатынына сеніңіз. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Ел адамымен сөйлессең, ауыл аймағын айтады. Қала адаммен сөйлессең, үйдегі жиған тергенін айтады. Қыр адаммен сөйлессең, ботамен тайлағын айтады. Тексізбен сөйлессең, аузына келгенді айтады. Қашан көрсең ақылды, жақсы сөз айтып жүретін адамдар болады. Бірақ ол адамның тобас екені сезіліп тұрады. Ақылды адам үйренуді, ақмақ үйретуді жақсы көреді. Жақсы адам өзін иттің алдында да ұятты сезінеді. Басқаларсыз да амалдай аламын деп ойлайтын адам қатты қателеседі. Ал басқалар менсіз іс тындыра алмайды деген адам одан бетер қателеседі. Рахметі жоққа қызмет көрсетсең, ештеңе етпес, ал оңбағанның қызметін қабылдау зор бақытсыздық. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді. Егер біздің бойымызда кемшіліктер болмаса, оларды жақындарымыздың бойынан көргенде соншалықты түсінбес едік. Ақылды адам алғыс айтуды ауырсынбайды. Өзі таза адам өзгеге күйе жаға алмайды. Күйе жағу үшін өзінде күйе болу керек. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Аз сөйлерде көп тыңдар, хас асылдың баласы. Өзгенің өзіне істеген қызметін ұмытпа, сенің өзгеге істеген қызметіңді ұмыт. Майдалардың арасында жүрсең ұсақтайсың, ал ірілердің арасында жүрсең өзің де өсесің. Көп ойланған кісі әрқашан жақсы шешім таба бермейді. Уақытты бағалаңыздар, күндер келмеске кетіп жатыр. Адам жақсылыққа өз еркімен бет бұрса ғана жақсы нәтиже шығара алады.
Ешқашан қателеспеген адам ешқандай жаңа нәрсені істеуге әрекет етіп көрмеген. Егер перзенттеріңіздің жақсы адам болып өсуін қаласаңыз, онда оларға қазіргіден 2 есе көп уақыт және қазіргіден 2 есе аз ақша жұмсаңыз. Бақытқа жеткізетін бір есік ашылса, екіншісі жабылады. Бірақ жабылған есікке қарай беретініміз соншалық, ашығына да мән бермейміз. Уақытыңыз шектеулі, оны басқалардың ойындағыдай өткізуге сарп етпеңіз. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, тіркеліп кетіңіз.